Әйелдің өмірі. Соғыс аяқталғаннан 2 жыл өткен соң бір күзде төңіректе өте сыйлы адамның жанұясында тағы бір қыз шыр етіп дүниеге келді. Асыл тегімен бірге бұл сәби зор денсаулық әрі терең ақылмен жаратылды. Самайларынан салбырап тұратын сарғылт түсті бұйралары сондай сүйкімді еді. Ол балалық шағынан ақ өзіне тән сыпайылық пен жарқыраған нұрлы жүзіндегі нәзік күлімсіреуімен кез келген адамды елжіретіп, айналаны ішіндегі жарығымен толтыратын. Қыз оқуды өте ұнатып, оның оқушы күнделіктері және кейін студенттік зачеткалары ұстаздардың жоғары бағаларға әрдайым толған. Мектеп және студенттік жылдары осылайша грамоталар, дипломдармен белгіленіп өтті. Өмірдің заңдылығы мен күндердің күнінде оның үйіне құдалар да келді. Осылайша ғашық қыз маңайының ең көрікті жігіттер бірімен тұрмыс құрды. Қыздың дәулетті әкесі қалашықтың шетінде жаңа құдаларына көршілес орналасқан бір үйді жастарға сыйлады. Жас жұбайлар көшеде жүрген кездерінде өздерінің ұзын бойлы әрі сымбат бітімдері мен сол заманда сирек кездесетін әсем киімдеріне жұрт әрқашан қызығып қараушы еді. Жылдан жылға есіктері жақындары мен достарына ашық болған отауы одан сайын жақсысына ауысып өзгере берді. Тұрмысы, қалаған сүйікті кәсібі бәрі де өз ырғағына түсіп қалыптаса берді. Келіншек те 3 ұл мен ұзақ армандаған қызын дүниеге әкелді. Дегенмен тағдыр олардың өміріне өз түзетулерін енгізді. Өмірдің еркесі болған 26 жасар інісі өзіне өзі қол жұмсап кенеттен қаза болса, 4 айдан соң үнемі намаздарын ғана оқып, нәр татпаған қарт әкесі үндемей қайғыдан күйіп дүниеден озды. Аз сөйлейтін ерекше діндар қартайған анасы орны толмас жұбайы мен кенжесінен айырылғанына қажып, одан сайын өзінің ішіне терең кетті. Қыстың аязды күндерінің бірінде келіншек ангинамен ауырып қалды. Өзінің дәрігерлік білімі болса да, күтінбегендіктен әлгі аурудың асқынуына қарамастан жүре берді. Таныс мамандары түрлі тексерулерден кейін оның гломерулонефрит ауруына шалдыққанын айқындады. 20 ғасырдың 80-ші жылдарында осы диагноз өлім жазасына кесілгенмен тең еді. Кеңес одағы әлі біртұтас болып тұрған уақытта Көкшетау, Алматы, сонау Мәскеу және қайтадан Алматы қалаларында келіншек емдеудің бірнеше кезеңін басынан өткізді. Мамандардың ұсынысы бойынша емдеулер мен гемодиализ курстары аралығында бүйрегіне жеңілдік болсын деп науқасты ауа райы ыстық Қырғызстан мен Түркменстан өлкелерінде тұруға жолдаған болатын. Мейірімсіз емдеуші дәрігер Шұға Жұмағұлқызы сол сәтте өзі емдеген науқас әйелге дер кезінде тиісті қызмет көрсетпей қойған үшін науқас келіншектің жұбайы оны Алматының Сызғанов атындағы ғылыми орталыққа алып барды. Жұбайын жақсы көретін, одан айырылып қалуға төзбейтінін білетін ол көңіліне келетін кез келген ащы ойларды өзінен алыстатып, жақсы нәтижеге үміттенген еді. Өз кезегінде науқас жанның жанұя мүшелері мен барлық ағайын туыстары аяулы жақынның емделуіне қажетті қаражат пен байланыс таныстарын түгел жұмылдырды. Мейірімді ана бірнеше жыл бойы үйдің ошағынан алыста сырқатымен күресіп жүргенінде балаларын қатты сағынды. Әсіресе ең кіші перзенті сәби қызын көруге зар болған. Ол заманда ұялы телефон немесе интернет тәрізді байланыс құралдары болмады. Сондықтан ол үнемі қазақтың нәзік сөздерімен балаларына және өз кәрі анасы мен жұбайына мейірім махаббатқа толы хаттар жазатын. Сол кезде шарасыздықтан балаларды бағып қаққан нағашы әжесінің мінезі де күннен күнге салқындай берді. Шілденің ыстық күнінде Алматыдағы клиниканың ашық терезесінен биік көлеңкелі ағаштар көрініп, сырттан
бұтақтарға отырған құстардың әдемі әуендері естіліп жатқан шақта жас әйел дүниеден озды. Арада көп жылдар өтіп, марқұмның балалары да өздері ата-ана болды. Марқұм анасы атына Меккеде бәделхаж орындалды. Бүгінде жүректеріне сағыныштан сыздаған олар Аллаға жалбарынып, анасына жәннат тілеуде. Анам туралы осы әңгімені мен 2011 жылы жазып едім. Әлі айтарым мол. Каналыма жазылыңыздар.